Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Тау-Кен кәсіпорындарының құрылыс пәні бойынша бейне дәріске қош келдіңіздер. Дәрісті жүргізуші Абылқас Сағынтаев атындағы Қарағанды техникалық университеті пайдалы кен орындарының қазба өндіру кафедрасының. Өткен 29 дәрісте 5-ші бөлім оқпанға жанастыра шанақтарды жүргізу технологиясының 5-ші тақырыпшасын сатпалы тетігінің кен үгірлерін жүргізуді. Мұнда сатпалы кен үгірлерінің типтерін, сатпалы тетігінің кен үгірлерін жүргізуді, кенді сатату кен үгір жүргізудің технологиясын қарастырған болатынбыз. Бүгінгі 30-шы дәрісте 5-ші бөлімнен оқпанға жанастыра шанақтар кешендерін жүргізу технологиясын 6-шы тақырыпшасын шанақтық жиынтықтарды жүргізуді жетілдірудің негізгі бағыттарын қарастырамыз. Жерастылық шанақтар кешендері өздерінің күрделілігімен және құрылғылар сандарының көптігімен, сондай-ақ олардың бірнеше биіктік деңгейлерде орналасуымен және көп бейнелік орындалу функцияларымен өту және пайдалану кезінде өздерінің тиімділікті және технологиялық еместігімен, кеңістікте тармақталу конструкцияларының кеңеюімен, дүркін үзіндіктерімен заманауи кеңістік құрайды. Технологияландырудың оңтайлы деңгейін функциялауға және өтуге жұмсалған шығындардың минималды мөлшерін қосумен шартты бағалауға болады. Жерастылық шанақтар кешендерін өту технология жетілдірудің және конструкциялардың технологиясын арттырудың заманауи даму тенденциясын келесі негізгі бағыттармен анықтауға болады. Жиынтықтың негізі мыналар құрауы мүмкін: технологиялық және қосалқы құрылғыларды максималды орналастыра алатын орталықты жиынтықты құрайтын қазбалар. Мұндай қазба өту технологиясының негізгі параметрін қамтамасыз етуі қажет. Сондай-ақ жоғары дәрежелі механикаландырумен жұмыстардың орындалу тәсілдерін прогрессивті базада үдерістерді бірліктіру қасиеттерімен иелену қажет. Демек, бұл шығындардың минималды жұмсалуымен қатар жүйенің дұрыс функциялануының мүмкіндігі жасайды. Мұндай қазбаға негізгі горизонтқа немесе ұсақтас кен үңгіріне шықпасы бар шеңбер қималы түк соқыр оқпан қызмет етуі мүмкін. Ұсақтас құрылғысы мыналарды құрастыруы қажет: ұсақтас кен үңгірі жиынтықты оқпанға тікелей жалғасуы қажет. Бұл озық өту әдістерін қолдануды қамтамасыз етеді. Параллельді схема бойынша жалпы кен үңгірде бірнеше ұсақтастарды ұтымды қарастыру қажет. Бұл оның қазу көлемін қысқартуға, сондай-ақ түсіру құрылғысы аппараттар ұтымды орналастыруға мүмкіндік жасайды. Ұзындығы қысқалау көтергіштер көпірлерін қолдану қажет. Бұл кен үңгірлерді қазудың көлемін бірнеше төмендетуге мүмкіндік жасайды. Жинау құрылғысы мыналарды қамтамасыз етулері қажет: қабырғаларға қысымды тиімді тарататын және жақсартатын диаметрі 8-ден 10 метрге дейінгі цилиндрлі пішінді тік шанақтарды өту мүмкіндік қарастыру қажет. Мұндай жағдайда динамикалық беріктігі төмен материалдарды тіреу ретінде қолдануға мүмкіндік тудырады. Әртүрлі сорттық жүк тасқындарына арналған бөлгіш қабырғалардың құрылуын қарастыру қажет. Түсіру және мөлшерлеу тиеу құрылғысы мыналарды құрауы қажет: оқпан ыдыстары сыйымдықтарын, сондай-ақ мөлшерлеме наваларды қолдану арқасында тиеу және мөлшерлеу түсіру құрылғыларын қайта бөлу функцияларын қарастыру қажет. 5-15 суретте бір ұсату құрылғысынан тұратын екі тасқында жерастылық шанақтар жиынтықтары келтірілген. Массивті жазық тереңтеспелерін уату әдісімен кен үңгірін өту жүзеге асырылады. Жұмыстар құралдарымен, бұрғылау құралдарымен
сондай-ақ жабдықталған жеңіл аспалы сөрелерден тұрады. Кері қайтара жұмыс істейтін айналмалы аударғыш екі тасқын жерасты шаңғыштар жиынтықтарының бір жағына айнала тау-кен массасының бір түрін, ал екінші жағына айнала екінші түрін түсіреді. 5-15 суретте бір ұсату құрылысынан тұратын екі тасқында шаңғыштар жиынтықтарының принципі конструкция құрастыру схемасы келтірілген. Демек, жерастылық шаңғыштар жиынтықтарының конструктив шама-шарттарын жетілдіру және оларды қалыптандыру, шаңғыштық жиынтықтардың технологиялық деңгейін және олардың өту тиімділіктерін арттыруға үлкен үлес қосуы мүмкін. Дәрісте ұсынылатын әдебиеттер: тау-кен кәсіпорындарының құрылысы, Қазақстан Республика және ғылым министрлігі оқу орындарының студенттеріне ұсынған оқулық, авторлар Қамар Пайдарова, жерасты тау-кен жұмыстарында дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы, Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрі ұсынған оқулық, авторлар Қамар Әбеу. Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің баспасынан шығарылған 2020 жылы. Бүгінгі 30-шы дәрісте 5-ші бөлімнің оқпанға жанастыра шанақтар кешендерін жүргізу технологиясын 6-шы тақырыпшасын шанақтық жиынтықтарды жүргізуді жетілдірудің негізгі бағыттарын қарастырған болатынбыз. Дәріс аяқталды. Келесі 31-ші дәрісте 6-шы бөлімнің жазық қазбаларды бұрға атыс тәсілімен жүргізу технологиясының 1-ші тақырыпшасын көмір шахталары және кеніштерде учаскелік квершіліктарды бұрға атыс тәсілімен жүргізудің жалпы принциптерін, ұңғыма циклін, бұрға аттырма жұмыстарды қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.